Ассалаумағалейкум. Еліміздің бас арнасында жаңалықтар, студияда мен Талғат Алма. Еліміздің жер қойнауын пайдалану саласын үлкен өзгерістер күтіп тұр. Қазір пайдалы қазбалар қоры туралы есеп берудің халықаралық стандарттар жүйесіне көшу бағыты пысықталуда. Кешегі кеңестік кезеңдегі талаптар ескірді. Қаржы салушы әлемдік қалыптар аясында жұмыс істеуге ниетті. Жаңа бағыт еліміздегі компаниялар мен инвесторлардың өзара келісімімен еңбек етуге негіз. Әрі тау-кен өндіру саласына инвестиция тартуға бағытталған. Жаңа жүйені енгізу нәтижесінде тау-кен өндірісіндегі жер қойнауын пайдаланушылардың саны айтарлықтай ұлғайып, инвестициялар көлемі мен өндіру жұмыстарының көлемі өсуі тиіс. Биржалар мен банктер тау-кен өндіруші және геологиялық барлау компанияларының қызметімен есеп берулері халықаралық стандарттарға сәйкес болған кезде ғана оларға сенім артады. Осы бағытта қазір дүниежүзілік қаржы ұйымдарының қатысуымен жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодекс әзірленуде. Кодекс жыл аяғында бекітіледі деп жоспарланып отыр. Ол геологиялық зерттеу және жер қойнауын пайдалану саласындағы барлық мәселелерді реттейтін болады. Ашықтық болу керек, инвестор оған сенімді болу керек, келіп қанша ақша салу керек, ол неге салайын деп жатыр, ол білу керек. Сондықтан да осы біз мына 15-ші жылға қабылданған заңда көптеген өзгерістер енгізіп, австриялық әдістерді енгіздік және аукцион деген әдістерді енгіздік. Соның есебінде біз 15-ші жылы декабрьде аукционды жарияладық 100 объектіге. Оның ішінде 38-і жаңағы келісімшартты алды. Өскемен гидроэлектр станциясы толық жөндеуден өтеді. Нәтижесінде Ертіс каскадындағы ірі станцияның қуаты тағы еселеп артатын болады. Мамандар стратегиялық нысанды жаңғыртудың жобалық құжаттарын жасап болды. Енді 2 айдан соң жөндеу жұмыстары басталады. Станция толық жаңалаудан өткенде жылына 78 миллион киловатт энергия өндірілмек. Әріптесім Олжас Керейхан хабарлайды. Салынғанына жарты ғасырдан асқан Өскемен жылыту электр станциясының техникалық жағдайы әлі жақсы. Бүгінде ол 300 мегаватт электр энергиясын өндіріп отыр. Бұл облыстағы 500 мыңнан астам абонентке жететін қуат көзі. Ең алғаш іске қосылған 1964 жылдан бері стратегиялық нысан 5 рет қайта жаңартудан өтті. 15 миллиардқа жуық теңгеге гидротехникалық құрылғылар толық жаңарып, ең соңғы үлгідегі қондырғылар қойылды. Энергия көздерін өндіру кезінде қауіпсіздік мәселесі де толық автоматтандырылған. Егер аяқ асты техникадан қатты кеткен жағдайда бірден тексеру дабылы операторларға хабар береді. Предотвратить абсолютно. Заманауи қондырғылар ешқандай ақаусыз жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Компьютерлік бағдарламалар кез келген қателікті жөндеп отырады. Адамның жүрегіне жасалған кардиограмма іспеттес. Бәрі ашық. Бұл операторлардың жұмысын жеңілдетеді. Өңірдегі ірі электр өндіруші нысан 2017 жылы тағы бір жаңартылмақ. Энергетиктер негізгі қуат өндіруші трансформатор менен қуат реттегіш құрылғыларды жаңартпақ. Бұл жұмыстар жоспардағыдай жүзеге асса, сол кезде өндірілетін қуат тағы 9 мегаваттқа өспек. Сол кезде қаладағы күн санап өсіп келе жатқан кәсіпорындар мен нысандарға қуат көзі еркін жететін болады. Олжас Керейхан, Аслан Төлепов, хабар Өскеменнен. Қасқырды қорлап, азаптап өлтіретіндерді жазаға тарту керек. Тіптен қару-жарағы мен көліктерінде тәркілеу қажет. Қансонар Республикалық қауымдастығының басқарма төрағасы Оралбай Әбдікәрімов осындай пікірде. Ұйымның жыл сайынғы кеңесінде осы мәселені көтерген ол, соңғы кездері қасқырға қатысты қаскөйлік көбейіп кеткенін және түз тағысын азаптап жатқандардың әрекеттері жаһандық желіге күн сайын шығарылатынын атап өтті. Сондықтан ондай жабайы аңшылыққа тосқауыл қоймаса, ұлттың тотемді жануары құрып кетуі де мүмкін деп қауіптенеді. Жағдайды реттеу үшін елімізде аңшылық шаруашылықтарды көбейту қажет деп есептейді қоғамдық ұйым басшысы. Қазіргі ауыл шаруашылықтарына, фермерлердің қатарына солардың деңгейіне қойымыз керек. Ол үшін әрине мемлекеттік қолдау керек, субсидия беру керек. Сол кезде мынау даладағы аңдарға қолдан өсірген аңды сонда пайдалануға болады. Атуға да. Шегіртке шекара талғамайды. Барған жерінің шөбін орып, егінін жейді, ал жапа шегетін шаруалар. Зиянкестермен күресті бірігіп жүргізу үшін Ресеймен 2 арада келісім жасалып отыр. Ақтөбеде өткен жиында жайылым мен шабындық жерлерді шегірткеден қорғау мәселесі талқыланды. Олар талайдан бері мамандардың мазасын алып тұр. Зиянкестерге қарсы шараларды кешенді жүргізу үшін химиялық өңдеу жасалып, оған жыл сайын қомақты қаржы салынуда.
Ал Ресей улау жұмыстарына қаржыны мардымсыз бөліп келген. Сондықтан қазақстандық мамандардың айтар уәжі де бар. Залалсыздандыру толыққанды жүргізілмей отырған көрші елден шегірткелер біздің аумаққа жиі көшеді. Соңғы жылдары келісім шеңберінде бірлескен жұмыстар атқарылды. Ол оң нәтиже беруде. Ресейлік мамандар қазір препараттар алу үшін қосымша қаражат бөлу мәселесі шешіліп жатқанын жеткізді. Біздің тарапты алсақ, еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігінен 3 миллиард қаражат қарастырылып отыр. Ондай мәселелер болмау үшін біз Ресей көршілерімізге өзіміздің көмегімізді көрсетеміз деген ойымызда. Өйткені біздің жаңағы қызмет жасап отқан службаларымыз тұрақты түрде жұмыс істейді. Осындай жұмысқа препараттар жеткілікті түрде біз қор жасалып қойғанбыз. 15-20% бізде запас бар. Сондықтан біздің жағымыздан ешқандай қорқыныш, ешқандай риск жоқ. Бүгін Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Асқар Мырзахметов сайлау барысын бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссияның мүшелерімен кездесті. Басқосуда сайлауды өткізуге дайындық барысы талқыланып, сайлаушылар мен үміткерлердің конституциялық құқықтарының сақталуын қамтамасыз ету, электоралдық науқан барысында қазақстандық және шетелдік бақылаушылардың өз жұмысын тиімді атқаруға жағдай жасау жайы сөз болды. Сонымен қатар республикалық қоғамдық комиссияның мүшелері Нұр Отан партиясының сайлау алды штабымен жұмысымен танысты. Бізде ең үлкен жұмыс осы барлық штаб басшыларымен қазір ақылдасып сөйлесіп отырмыз. Біз барлығымыз тек қана партиялардың мүшелері емеспіз, біз барлығымыз бір елдің азаматтарымыз. Сондықтан бізге қазір мына штабтардың алдына қойылған бір мәселе, ол мына біздің сайлаушыларымыздың, біздің азаматтарымыздың сайлауға белсенді түрде қатысу. Жеке мәселелер тұра тұрсын, тұтас Еуропаны қорғау керек. Еуропалық одақтың негізін қалаған 6 мемлекеттің министрлері Римде осындай мәмілеге келді. Италия мен Германия, Франция мен Бельгия, Голландия мен Люксембург құрлықты құтқару жайын тілге тиек етті. Тарихта жазулы, дәл осы елдер 60 жыл бұрын Еуропалық экономикалық қоғамдастық құру туралы келісімге қол қойған болатын. Қазір Еуроп елдері өзара ымыраға кезек беруді ұмыта бастады. Рас, келісім қабылдаған шешім аз емес, алайда толыққанды түсінік ауылы тым алыс деседі министрлер. Босқындар, лаңкестік әрекеттер мен дағдарыс 28 мемлекеттің ауызбіршілігіне ши жүгірткендей. Тіпті одақтың басты жетістігі Шенген аумағының болашағы да күмәнді болып тұр. Қазіргі мәселе шекараны жабуда емес, жауапкершілікті бөліп алуда десті сөз алғандар. Кей мемлекеттердің жеке пікірінен 60 жылдай бейбіт тіршілік етіп, көркейіп дамыған одақтың болашағына балта шабуға жол беруге болмайды. Басты жетістігіміз, ең бір сәтті келісіміміз Шенген төңірегіндегі доғарылу керек. Халықтың еуроаймақта қозғалысына кедергі жасауға болмайды. Сондықтан одаққа ортақ көші-қон саясатын енгізу керек. Бұл алдымыздағы ең бір қиын белес болмақ. Демек, жақын арада еуроодақтың болашағы бар не жоғы белгілі болады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун дағдарыстан ентікпей шығудың 5 негізгі бағытын жіктеп берді. Ұйымның бас ассамблеясында өткен брифингте алғашқы халықаралық гуманитарлық саммит мамыр айында Стамбул қаласында өтетінді белгілі болды. Бас хатшы ұсынған алғашқы бағыт адамзат қауіпсіздігін қамтамасыз ететін алғышарттарды бірінші орынға қою, яғни қақтығыстарды болдырмау үшін немесе алдын алу жолында жауапкершілікті арттыру. Халықтың осы 6 тобына қамқорлықты күшейту және қауіп-қатерді азайту мақсатында инвестиция көлемін арттыру. Мұнымен қоса, бас хатшы халықаралық банкпен бірлесіп қаржыландырудың жаңа механизмдерін қарастыру үшін халықаралық қаржы платформасын құру қажеттігін айтты. Бұл мәселелердің барлығы дүниежүзілік гуманитарлық саммитте қаралатын болады. Басқосуға ұйымға мүшелдердің басшылары, гуманитарлық ұйым және жеке сектор өкілдері қатысады деп жоспарланған. Және қазіргі уақытта қақтығыстардан көз ашпай отырған мемлекеттер де саммитке қатысуы мүмкін. Қанды қақтығыстар мен экстремизм, терроризм мен ұлтаралық қақтығыстар қашанда тұрақсыздыққа келеді. Нәтижесінде дәулеттілер мен дәрменсіз халық арасындағы байланыс әлсіреп, осал тап өкілдері белең алады. Климаттың өзгеруі өз кезегінде дүйім жұртты дүрліктірген дауыл мен қуаңшылыққа жетелейді. Сол себепті де біз осы бір сыннан сүрінбей өтуіміз шарт. Қазақстан құрамасының ойыншысы Серік Жаманқұлов алтын бутсыдан үмітті. Футзалдан Сербияда өтіп жатқан Еуропа чемпионатында
Қайрат клубының шабуылшысы 4 гол соғып мергендер көшіне ілесті. Дәл қазір португалиялық Рикардиньо 6 доппен топ басында, алайда Португалия жарысты ерте аяқтады. Сондықтан серіктің мүмкіндігі мол. Еуропа біріншілігінде ең мерген ойыншыға берілетін алтын бутсыдан бөлек күміс және қола бутсы да бар. Естеріңізге сала кетейік, кеше Қазақстан құрлықтың қазіргі чемпиондары Италиядан 5-2 есебімен басым түсіп, жартылай финалға жолдама алғанды. 11 ақпанда какао шәкірттері Испаниямен ойнайды. Әзірге айтарымыз осы, 16:00-де қайта жүздескенше.